Ассалаумағалейкум, ағайын. 2022 жыл Қазақстанда балалар жылы деп бекітілгеніне қарамастан, ақпараттық алаңнан білім беру саласындағы жемқорлық, зорлық-зомбылық, отбасылық жанжал, педофилия және жазылмайтын дертке шалдыққан балалар туралы көп оқимыз. Біздің арнамыз арқа бұлшықет атрофиясына шалдыққан балаларды отандық денсаулық сақтау саласы неліктен тентіретіп жібергенін анықтап көрді. Біздің еңбегімізді бағалап, лайк қойыңыз, биліктің балаларға қатысты қылмысын бәрі көрсін. Чаттарға да жіберіңіз. Бала өлтірген билік. Жыл басында мемлекет басшысы Қазақстан халқына қорының құрылғанын айтып, есепшотқа жиналған қаражат қазақстандықтардың науқас балалардың еміне жұмсалатынын айтқан. Қордың ең маңызды бағыттарының бірі аба секілді ауыр сырқатқа шалдыққан балаларға материалдық көмек көрсету болатын. Қордың құрылғанына бірнеше ай өтсе де, айықпас дерт жабысқан балаларға қаражатты қарапайым халық жинап жатыр. Неге? Өйткені абаға шалдыққан балақайларға арналған дәрі-дәрмектер тегін медициналық көмек ретінде берілетін бағдарламаға енбеген. Бұл мәселемен министрлік енді айналыса бастапты. Осылайша күн санап ауруы асқынған балалар денсаулық сақтау министрлігінің тиісті бұйрықты шығаратын күнін сарыла күтуге мәжбүр. Бірақ бұл бюрократиялық тізімнің бастамасы ғана. Қазақстан халқына қоры Спинраза препаратының 50 дозасын алуға міндеттеліп, дәріге 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлуге уәде берді. Логистика мен препаратты жеткізу мәселесімен СК Фармация компаниясы айналысуда. Осы орайда қор, СК Фармация және денсаулық сақтау министрлігі меморандумға қол қойды. Бірақ ауадай қажет дәріні балалар әлі алған жоқ. Қор басшысының орынбасары София Айсағалиеваның айтуынша, дәрі-дәрмекті сатып алуға медициналық және фармацевтикалық бақылау жөніндегі комитет пен СК Фармация қарсы болып отыр. Ол компанияның келісімшарт бойынша көрсетілген міндетін орындаудан бас тартып, сатып алуды үлестес тұлға арқылы жүзеге асырды талап еткенін жеткізді. СК Фармация басшысы Ерхат Есқалиев Спиранзаны жеткізуге байланысты туындаған мәселелерге тоқталып, оның компаниясы тек қана логистикамен айналысатынын қадап айтты. Комитет жетекшісі Бауыржан Байсеркин дәрі-дәрмектің әлі күнге дейін алынбау себебін түсіндірді. Оның мәліметінше, Қазақстан халқына қорынан келген өтінімді өрескел қателер кездескен. Байсеркиннің айтуынша, қор аталған дәрі негізінен құрылыс саласымен айналысатын компаниядан сатып алуды ұсынған. Комитет басшысы Спиранза препараты Ресей аумағында 4 реттен аса сатып алынғанын да тілге тиек етті. Бұл дәрі белгілі бір зауытта жасалады. Тек бір зауыт қана шығарады бұл препаратты. Аталған зауыттың Қазақстанда ресми өкілдері бар. Олар логистика мен дәріні жеткізуге ғана жауап бермейді. Препараттың қауіпсіздігіне баса назар аударып, сапасына кепілдік береді дейді ол. Бауыржан Байсеркин тараптар әлі пәтуаға келмеген. Логистикалық құжаттар мен кепілдігі жоқ препаратты жеткізу кезінде температура режимі қатаң сақталу қажеттігін айтады. Спинраза термоқұбылмалы препарат саналады. Оны сақтау үшін ерекше температура режимі қажет. Дәрі жұлынға салынатындықтан кепілдігі жоқ жеткізуші мен алыпсатарлардан алынған дәріні ауыр дертке шалдыққан балаларға қолдануға комитет жол бермеген. Егер сапасында қандайда бір мін болса, біз қыруар қаржыға алынған дәрі арқылы балаларға зиян келтіреміз. Екінші жағынан тауардың сапасына ешкім кепілдік бермей отыр. Аталған жағдайда комитет Қазақстанға сапалы өнім әкелу процесін ғана реттейді, деді Байсеркин. Абаға шалдыққан балаларға көмектесу үшін бірнеше ірі ұйым өзара мәмілеге келе алмай жатыр. Ал сәбилер болса, өз өмірлерін құтқаратын дәріні әлі де сарыла күтуде. Денсаулық сақтау министрлігі Спинразаны азаматтарға тегін берілетін дәрі-дәрмек қатарына осы айда қосуға уәде берді. Біз бұл істің әрі қарай қандай бағыт алатынын назарда ұстаймыз. Арқа бұлшықет атрофиясы дегеніміз не? Арқа бұлшықет атрофиясы аба бұлшықет әлсіздігінен асқынатын, сирек кездесетін генетикалық ауру. Мұндай диагноз қойылған балалардың жұлындағы жасушалар жұмысын тоқтатып, толығымен қозғалыссыз қалуға келеді. Баладағы аба белгілері 15 айға дейін байқалады. Аталған сырқатқа ұшырағандардың орташа өмір сүру ұзақтығы 10-12 жастан аспайды. Бұл дертті емдеу өте қиын, өйткені жасушаның генетикалық табиғатына әсер ететін әдіс әзірге жоқ. Алайда қазіргі заманауи медицина бұл дертті сәлде болса түзете алады. Яғни, өз міндетін орындамай тұрған геннің орнына дені сау ұқсас генді әкеледі. Аба дертіне шалдыққан балаларды емдеу үшін әлемде тек 3 препарат тіркелген: Золгенсма, Эвристи және Спинраза. Бұл дәрі-дәрмектердің бағасы миллионнан асып миллиардқа жеткен. Әрине, қарапайым қазақ жанұясы үшін қол жетпейтін сома.
Тіпті, отандық денсаулық сақтау саласы да аталған маңызды үш дәрімен сырқат балаларды қамтамасыз ете алмай отыр. Бағалар 2 есе өсті. Достар, бағаларға келейік. Қазақстан аумағы жағынан әлем елдері ішінде 9-ші орында тұр. Осылай деп, жердің кеңдігімен қанша мақтансақ та, аграрлық әлеуетті 30 жылда пайдалана алмағанымыз байқалады. Азық-түліктің күн санап қымбаттауы бұл күнде қазақстандықтардың ең басты проблемасының біріне айналған. Импорттың да үлесін азайта алмай келеміз. Ауыл шаруашылығы өндірісінің, агроөнеркәсіптік кешеннің дамымай қалғанына қандай факторлар себеп болды? Агросаясатта қандай кемшілік кетті? Мемлекет логистика мәселесін реттеуі керек еді. Қазақстан президенттігіне экс-кандидат, ауыл шаруашылығы министрінің кеңесшісі Төлеутай Рахымбековке хабарласып көргенбіз. Сарапшының айтуынша, агросаясат жалпы қатып қалған ережемен бір жақты жүрмеуі керек. Ол жағдайға байланысты өзгеріп тұруы тиіс. Төлеутай Рахымбеков қазір жүргізіліп жатқан агросаясаттың негізі 90-шы жылдардың аяғы 2000-шы жылдардың басында қалыптасқанын айтады. Сол бетімен айтарлықтай өзгеріссіз келе жатыр. Ал қазіргі бүкіл жағдайды, дүние жүзінде қалыптасқан ахуалды, Ресейде болып жатқан өзгерістерді есепке алып, агросаясатты жүргізу керек. Біздің ауыл шаруашылығындағы ең басты өніміміз дәнді дақылдар. Дәнді дақылдардың бағасын халықаралық сұраныс емес, біздің жылда өзгеріп тұратын, өндірілетін өнімнің көлемі емес, Ресейдегі жағдай қалыптастырады. 2000-ші жылдардың басында да бертінде солай. Ресейде өнім жақсы шықса, олар жолды жаба бастайды. Біздің шетелдерге өнім шығаратын жолдарымыз көбінесе Ресейге байланған. Логистикалық тәуелділік деп айтуға болады бір сөзбен, дейді сарапшы. Төлеутай Рахымбеков кез келген іспен айналысқан кәсіпкер табыс әкелуді көздейтінін айтады. Ол кәсіпкерлік жұмыс. Ал кәсіпкерліктің ең бірінші мақсаты табыс табу. Табыс табу үшін өндірілген тауарды нарыққа шығарып сату керек. Сарапшы өндіретін өнімді, дәнді дақылдарды мысалға келтіріп отыр. Ол біздің басты өніміміз. Біздің ішкі нарықтағы қажеттіліктен 2 есе көп өндіріледі. Яғни біздің ішкі нарыққа 8000 тонна астық керек болса, біз 16000 тоннадан артық астық өндіреміз. Сондықтан біз оны шетелге шығаруымыз керек. Шетелге шығару үшін сонау Қара теңіздегі Новороссийск портына жүгіну керек. Ал оған жеткізу үшін Ресей арқылы темір жол қажет. Егер Ресейде өнім жақсы шықса, олар өз жолдарын жаба бастайды. Сол кезде біздің бидай, астық Қазақстанның ішінде кептеліп қалады. Сол себепті біздің соңғы кездегі басты нарығымыз мына оңтүстік жақ, Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан, шамалы Әзербайжан. Бірақ олардың барлығы ұнды қосқанда экспорт әлеуетінің 4-5 тоннасын қамтиды. Ал біз 8000 тоннадай сыртқа сатуымыз керек. Пәкістан кейбір жылы ұн және бидаймен кейбір кезде өз-өзін толық қамтиды. Бірақ құрғақшылық болған кейбір жылдары олар Қазақстанның бидайын алуға мәжбүр болады. Осы логистикалық қиындықтарды мемлекет реттеуі керек еді, дейді сарапшы. Шаруаларды салықтан босату керек. Төлеутай Рахымаевтың айтуынша, мемлекеттен қаншама субсидия бөлініп жатса да, оның тиімділігін ешкім бақылап отырған жоқ. Мәселен, субсидия бұқаға берілсе, сол бұқалардың саны өсті ме, жоқ па, қадағаланбайды. Сол секілді тыңайтқыштарға бөлінген субсидияның арқасында шығым қаншалықты тиімді болғанын да ешкім тексермейді. Сарапшы сол себепті жылда субсидияға бөлінетін 350 миллиард теңгенің тиімді жұмсалмай жатқанын айтады. Менің айтып жүргенім, біз субсидияны өнімге беруіміз керек. Картоп өндірдің бе, оның келісі 100 теңге болса, соған 40 теңге субсидияңды ал. Ет немесе сүт өндірдің бе, етке және сүтке ал. Демек, шаруа өз жұмысының нәтижесі үшін ақшалады. Содан кейін әр фермер, әр шаруа субсидияны көбірек алу үшін ол көбірек өнім өндіруге тырысады. Дұрыс па, дейді ол. Егер өнімді импорттық үлесі көп құс еті, көкөніс, жеміс-жидек ішкі нарыққа шығарса, онда соған субсидия беру керек. Екіншіден, ауыл шаруашылығы өнімдерін фермер қайта өңдеуге өткізсе, соған беру керек. Үшіншіден, өнімді экспортқа шығарса берілуі тиіс. Өнім үшін мемлекеттік қолдау жүйесін күрделі түрде өзгерту керек. Сарапшы осылай дейді. Төлеутай Рахымбеков, үшінші мәселе, бұл қосылған құнға салықты толығымен азық-түлік нарығынан алып тастау керек, қыс деп есептейді. Неліктен Ресейдің өнімі Маңғыстаудан Өскеменге дейін толып тұр? Соның бір себебі 1990 жылдардан бастап Ресей азық-түлік нарығындағы қайта өңдейтін кәсіпорындарға салынатын қосымша құн салығын алып тастаған. 2003 жылы мұндай жеңілдік Қазақстан шаруаларына да енгізілгенімен, одан кейін салық комитеті оны қайтадан кіргізген.
Сарапшының есептеуінше 12%-ық қыс айналым қаражатты кәсіпорындардан тартып алады. Ол айналым ақшаны тартып алғаннан кейін кәсіпорындар құрылғылар мен жабдықтарын жаңартай алмайды. Онда шикізатты сатып алуға қайдан ақша болады дейді ол.